неге мен марқұмдарды қараңғылықта көрем, қап-қара болып көремін, немесе неге менің түсіме мүлде кірмейді деген сұрақтар келіп жатады. Мен бұған негізінде жауап берген, қазір енді оны ол жерде түсініксіз болып қалды деген ойдамын. Қазір мен осы нәрсені өзімнің басымнан өткен оқиға бойынша түсіндіріп берейін. Біріншіден, неге сіздің марқұм жаныңыз түсіңізге тек қана қап-қара кіреді, сізді жаңағы негатив халде кіріп жүреді деген нәрсеге жауап берейік. Ол нәрсе мен басымнан өткен. Менің әкем мен ағам өмірден өтіп кеткен болатын 10 жыл бұрын. Сол кісі мысалы әкем менің түсімде әртүрлі кіреді, иә. Жаңа қуанғанда күліп кіреді, мұңайғанда үнсіз кіреді, ауырып қалсаң қасында жүрем, кете бер деп айтады деген сияқты. Әкеммен, яғни түс мәселесінде проблема жоқ. Әкем солай кіреді. Ал ағам тек қана қара персонаж болып кіреді. Қап-қара болып кіреді, қабағын түйіп алып кіреді. Менің басымда негатив оқиғалар болатын болса, сол ағамның кіруі арқылы белгілі болады. Сондай болды ол кісі. Енді оны неге дейтін болсақ, ол кісі небәрі 20 жасында өткен еді өмірден. Сол кезде үлкендеріміз әулеттегі айтқан еді. 20 жас ол жерде не көрді ол, совсем бала деп, яғни сол кісілердің сөзімен айтқанда, ештеңе көрмеді өмірде, жәннаты ғой деген сияқты айтты. Ал мен ислами санасы бар адам ретінде бұл нәрсеге жаңағы сыни қарадым. Ол қалай ол 20 жаста бала жәннаты деп айтады? Бізде мысалы ислам бойынша ол 16-15 жастан болу керек еді ғой. Құдайға намазын оқу керек, оразасын ұстау керек. Ондай болмай қалды ғой ол кісі деп мен ойладым. Міне қараңыз, бұл секунд ой. Бұл мен өмір бойы артып ойлап жүрген ойым емес, ағама арналған ұстаным емес, оны біліңіздер. Ол жерде бір сәттік солай ой кетті ана апаның айтқан сөзінен. Міне осы ойдың әсерінен менің ағам менің санамда Құдайға бойсұнбаған тозақы бір адам болып қалыптасып қалды. Бір сәттік ойдан бола. Міне осыдан кейін ол әрдайым қап-қара келеді, иә, сондай болып қалды. Одан кейін жылдар өтті, мен әлбетте бұған мән бермедім, мұны зерттеу арқылы кейін түсіндім осы неге адамдардың сұрағы бойынша. Кейін бір ол кісі марқұм ағам Музарт тобын өте жақсы тыңдайтын, жақсы көретін. Кейін сол Музартты тыңдап жатып, ол кісі туралы ән шығардым. Ән емес, өлең дұрысы. Өлең шығардым, жарыққа шықты, осы TikTokқа салдым, өте жақсы қаралым болды, көп адамның батасы дейді, жатқан жері жайлы болсын, жас кетіпті ғой, Алла рахым етсін деген өте керемет баталар кетті, Алла қабыл етсін. Міне осы оқиғадан кейін ол кісі менің түсімде өмірінде бірінші рет қарадан басқа түспен келді. Көк футболка. Ал бұл көк футболканы да өмірде алатын орны бар. Екеуміз бала кезде ренжесіп қалған кезде мен оған берген болатынмын. Яғни екеуміз бала болған соң әртүрлі ренжестер болады, осы кезде жарайды, кешірші дегенде жарайды, ештеңе етпейді деген сияқты бір татуластық деген ретінде мен оған бір көк футболканы берген болатынмын. Көрдіңіз бе, ол кісі түсімде мен көк футболкамен келіп тұр, ол нені білдіреді? Екеуміз татуластық дегенді білдіреді. Яғни сен енді мен олай ойламайсың деген. Сол жерде осы татуластықтан кейін түсіміздегі ол кісі менің түсімде ақ жаңағы киімдермен де келеді, ақ футболкамен де, ақ жаңағы безрукавка дейміз, жаңа көк киіммен де, әртүрлі киімдермен менің түсіме енетін болды. Енді бұл жерде қап-қара адам түсінде туысыңызды, марқұм анаңыз, әкеңіз болсын, қап-қара кезде көретін болсаңыз, оның бірінші себебі сіз ол туралы негатив ойда қалдыңыз, дәл мен сияқты жаңағы. Ішіп жүретін еді, аузына келсе соны айтатын еді, адамдарға қиянат көп жасаушы еді ғой, ол қалай жәннаты деген сияқты сізде бір сәттік ой. Бұл мән беріңіз, бұл адам өмір бойы сүйреп жүрмейді бұл ойды. Ондайлар да бар шығар енді. Ол бір сәттік бір бүйтіп ұят болатын, не ойлап тұрсың деген сияқты бір өшіп қалатын ойда, сол нәрсенің әсерінен осындай қалыптасып қалады. Яғни сіз өзіңіздің марқұм болған жандарыңызды жарқын бейнеде көргіңіз келсе, ол туралы пікіріңізді өзгертіңіз. Екіншіден, оның атынан көптеген садақа беруде артық болмайтын шығар. Сосын келесі мәселе, неге менің марқұм жандарым түсіме мүлде кірмейді деген. Оның түсіңе кірмейтіннің себебі ол кісілер жаңағы сіздің тірі кезінде немесе өмірден өтіп кеткеннен кейін сіз өміріңізді ол кісіге арнамадыңыз. Яғни ойыңызды, мысалы, марқұм анаңыз түсіңізге кірмейтін болса, сіз өмірде ойламайсыз. Мысалы, сіз 11 бітіресіз, немесе тұрмысқа шығасыз, үйленесіз, балалы болсын, немереңіз болады, қызметтерде өсулер болады, саяхаттайсыз, өмірдегі бір жетістіктер болады. Осы кездерде марқұм анасын, марқұм жандарын осы анам тірі болған кезде қайтып қуанатын еді деген сияқты ойламаған адам үшін ол марқұм адамдар түсінде недоступен, яғни түсінде кірмейтін болады. Осындай да нәрселері бар. Адам түсіңізге кірмей қойса, оның бір қатты алып бара жатқан маңызды
мәселесі жоқ. Түс көру ол Алланың тарапынан болатын іс. Дегенмен де кірмеуге алаңдаушылық білдіретін болсаңыз, онда осы нәрсе себебі, екі себепті айтып кеттік, осыларды реттеу керек. Ал егерде жоқ, олар көрмесе де мен өмірімде ризамын дейтін болсаңыз, әлбетте ондай жандарға бұл айтылып жатқан тақырыптың ешқандай да қатысы жоқ. Алла тағала түстеріңіздің сүйіншісін берсін, марқұмдарыңыздың жатқан жері жайлы болсын, жәннатта болсын, көрген түстеріңіз марқұмдарға қатысты тек жақсылықтардан болсын. Сыймай кетті бір талант бұл дүниеге, қимай кетті Музарттың әндерінде, клубтағы басталған тар қошемет жалғаспады жарқын бір дәуреніне. Сахна білмес айырылды талантынан, Музарт қайтсын қайғырып жетпес оған, ауыл әлсіз клубың қиратылды, қабір болып жұлдызың қалғаннан сон. Сөнді деуге болама жанбаған сон, жасын еді жай ғана арман асау, жетегінен ұстайым деп тәтті арманның, жап-жас болып дүниеден кете барды-ау, арман елес екен ғой ажал құрсау.